Нұрмаматова Акбатес Тұрашқызы. Нөмірі 17 Күншуақ балабақшасында жұмыс жасап келемін. Педагог сарапшымын. Тәжірибемен бөліспекшімін. Әр баланың қызығушылықтары мен ерекшеліктерінің қажеттіліктерін ескере отырып, жалпы адами ұлттық құндылықтар негізінде оларды толыққанды дамыту және әлеуетін ашуға мүмкіндік жасау қажет. Сондай-ақ балаларды қазақтың ұлттық құндылықтарына, отбасылық тәрбие, отаншылдыққа, отанды сүюге, мәдени әдеп нормаларын баулудың мәні зор. Үлгілі қағидаларға сәйкес балалардың дидактикалық ойындарды, логикалық ойлары және нейрожаттығу түрлерінің қимылдың ұлттық жаттығулар, ойындар, іс-әрекет барысында ашық оқу іс-әрекетіні пайдаланған ұлттық құндыларға дәріптеу бағытында өз тәжірибемді сіздерге ұсынбақпын. Сондай-ақ алға қойылған біртұтас тәрбие қағидаттарын жолға қойып отырмын. Ұлттық ойындарды бірнеше түрлерін жасадым, жас ерекшеліктеріне қарай. Мұнда асықтарды қолдануға болады, қазақтың өрнегі, ұлттық киімдер, мұндағы бау тоқу түрлері, кілемше тоқу және де әртүрлі қимыл қозғалыстық ойындарды қолдануға болады. Енді мен сіздермен заманауи ойындар мен ұлттық ойындарды бір желіге түйістіре отырып сіздермен бөліскім келіп отыр. Қажетті құралдар сызғыш, ыстық клей және қарапайым бөтелкелердің қақпақшалары. Ыстық клейге арналған желімдер, фломастер, сосын қайшы, қарындаш, ламина пленкасы, А4 қағазы. Бұны сызсақта болады. Дәл осындай етіп заманауи компьютерде шығарып алуымызға болады. Ойынға пайдаланатын ойын өрнектеріміз. Енді пленкаға саламыз. Ламинат құрылғысына шығаруымыз керек. Ісіміз дайын болды. Ойын өрнектерді кесіп аламыз. Дөңгелекше етіп. Одан кейін бұны да тағы біз ламинат қағазына алатын боламыз. Ыстық клейімізбен қақпақшаның үстіне жапсырып алатын боламыз. Барлық қақпақшаларымыз дайын. Енді ойынның ережесіне көшейік. Бұл ойынның ерекшелігі бір кез келген түстегі оюды артық алып қоямыз. Мұнда бір жүріс бар. Осы жүріс арқылы тіке жүру, кейін жүру, көлденең жүру, алға жүру арқылы біз мұна көлденең де, биігінен де, көлденең де бір-біріне кездеспейтін, кез келген түсті де кездеспеу керек бір-біріне, және оюлардың түрлері де бір-біріне сәйкес келмеу керек. Жасыл, көк, қызыл, сары. Мұнда қызыл, сары, жасыл, көк. Мұнда да қарасаңыз, дәл осы жерде қарасаңыз, тікеннен қарағанда да әрбір ою түстерде сәйкеспейді, көлденеңнен қарағанда ешқандай сәйкеспейді. Бұл баланың үлкен ойлауға әкеліп, ойланып барып жұмыс жасауға және ойлау қабілетін дамытуға өте керемет ойын деп санаймын. Сіздермен тәжірибемді бөліскеніме қуаныштымын. Сіздер де өздеріңіздің жұмыстарыңызда қолданады деген ниеттемін. Сау болыңыздар, рахмет.